оқи салайық та оптам. Аптабек болып кетпейміз ба? Жоқ, ондай болмайды. Пітір садақаны танысқа бергенде айтып берген ыңғайсыз ғой. Айтылу керек па? Жоқ, айтылу керек жоқ. Қызым қайтыс болды. Оразасы қалып еді 6 күн. Біз ниет ұстадық, осы оразадан дұрыс жасадық па? Жоқ, өзі ұстайды. Енді исқатул фидия деген үкім бар. Енді Ханафидің кейбір ғалымдары болады деп айтады. Оразаның әрбір күніне фидияның құнымен марқұмға жаңағы бидай сондай берген. Біздің салтымызда ерте кезде кездеседі. Бұны исқат фидиясы дейді. Бұны берсе болады деп айтады. Яғни оқылмаған намазы, тура сол сияқты. Бұл енді намаз жабылып кетеді деген тікелей үкім жоқ, бірақ шама келсе, соған бір сауапты іс болады деген сөз болады. Омраға күйеуі қайтыс болған әйел барса бола ма? Айддаты шығу керек. Айддасы шыққан болса, негізі күйеуімен барған жақсы, күйеу жоқ болса, бауырмен барған дұрыс, бауыр жоқ болса, баламен барған дұрыс. Енді мүлде ешкім жоқ болса, онда ниеті болып тұрса, қаражаты көтеріп тұрса, барып келсе ештеңе етпейді. Ниеті дұрыс болсын, қабыл болсын. Мүмкін жүрегіне Құдай хидаят салар. Енді жалғыз бармайды, джунглимен бармайды, әйелдердің группасы сенімді адамдармен қосылып барса болады. Ана баяғы кезде деген тау тастың ішінде жүріп, әйелдерді біреу бас салады деген әңгіме жоқ. Ауыз сапарға шыққанда міндетті түрде ауыз ашып жіберу керек пе, әлде міндетті емес пе? Жоқ, міндетті емес. Өзіңіз білесіз. Жоқ, мен сапардамын, ұстай беремін десеңіз, сауап 2 есе көп болады. Күйеуім 15 жыл болды, жұмыс істемейді, жасы 60-қа келді. Жұмыс істесейші десең, 1000 сылтау айтады, шаршадым дейді. Кішкене шыдасаңыз бопты, өзі жақын қапты өзі. Ар жағында не қалды дейсіз. Осынша жыл шыдапсың, енді ар жағында не қалды, айналайын. Үйреніп таған шығарсыз. Құтмады таңыздарменен оразаңар қабыл болсын, оразаңызға. Амин, амин. Чоң рахмат. Жақсы. Тақырыптың негізгі өзегі бізде болған тақырып бұл үлкендік, үлкен адамдар. Үлкен деп біз кімді айтамыз? Шариғат бойынша үлкенді біз 3 түрлі көзқараста айтылады. Біріншісі жас үлкенді айтамыз, өйткені бірінші сол келеді, жас үлкен адам дегенде жас үлкен көз алдымызға келеді. Екінші адам білімді адам. Білімді адамның жасы кіші болса да, ол соның маманы, соның білімді болған үшін қазақ айтпақшы, жасы ашса аға тұт деген сөз бар. Қой асығы демей-ақ, қолыңа түссе сақа тұт, жасы кіші демей-ақ, білімі асса аға тұт деген жақсы бір дана нақылымыз бар. Тап осыған сәйкес екіншісі білімді адамды айтамыз. Үшіншісі маман болса, бір нәрсенің маманы болса, бір нәрсенің ғалымы болса, бір нәрсенің шыңына жеткен адам болса, бұл да үлкен адам болып есептеледі. Үлкен адамды құрметтеу дінімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ұлы бір әмірлері, Алла тағаланың қойған қағидаларының бірі болып табылады. Әсіресе жастардың үлкен кісілерге орын беріп, үлкен кісілерге зиялық таныту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, үлкендерін құрмет етпегендер бізден емес деді, біз айтқанбыз оны. Сондықтан да осы бүгінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі тірі кезінде әкесінің бауырлары тірі, 4 ағасы тірі болғанда, ол соның біреу Аббастан сұрағанда, сіз үлкенсіз бе, пайғамбар үлкен бе дегенде, ол әкесінен де үлкен адамға сұралған кезде, мен пайғамбардан жасым үлкен, бірақ пайғамбар менен үлкен деп айтты. Жаңағы білімді дәрежені осы жерде көрсетіп берді. Тура сол сияқты сіздер мен біздердің де үлкен адамдарымыздың құрметті болуы керек. Осы жерде екінші жағын айтқым келіп тұр. Үлкен адамдар да өзінің үлкендік сипатына сай алып жүру керек. Үлкен деген кезде үлкенге лайықты, аға дегенге лайықты, көке дегенге лайықты, соған лайықты өзіне амалда болса, әлбетте құрметтеуге бұл бірден бір жол болады. Осы жерде қосымша, егер ол солай жүрмеген болса, оны көшеге тебу деген сөз емес, оны бала сияқты көру деген сөз емес. Әзілің жазса, әкеңмен ойна деген сөздің түптің түбінде оның қадірін кетірмеуге алып келмеу керек. Иә, көңілін табу үшін, мүмкін бір жүрегіне жол табу үшін, мүмкін соның деңгейінде бір әңгіме айтуға болатын шығар. Бірақ үлкен кісілердің баламенен қалжыңдасып, кішкентай бала
балалармен отырып немесе үлкен кісілер отырған кезде жас балалардың әңгімесін құлағын түріп, олардың пайдалы өмірге қажетті әңгімесі емес, қайдағы бір өсектер айтып отырған болса, саясат маясатқа қатысы жоқ адамдар кім көрінген нәрсе сөйлегенде әрбір нәрсеге тигізгенде жастардың осындай орнынан тұрып кетуін айтқан, қажеттілігін айтқан болар еді. Неге? Өйткені кейбір адамдар жас отырма, бала отырма, үлкен отырма, қыз отырма, әйел отырма, осыған қарамастан ауыздары былапыт болып, кейбір кезде келіннің, бала шағаның алдына ыңғайсыз сөздер сөйлеп отырады. Бұл үлкенге жараспаған дүние. Сондықтан үлкен деген кезде біз үлкен кісілеріміздің ең маңызды көзге тұтатын нәрсесін біреуі өзінің теңімен теңіндегі болған Құдай қосқан жарымен қадірлі болу. Екінші, үлкен кісілер осы жерде мен келешекте бір алдымызда бір Құдай өмір беріп жатса бір туралы болған тоқталам, бірақ сол үш-төртін тағы айтып кетейін, осы мүмкіншілікті пайдаланып. Кейбір үлкен кісілер аталар, аналар әсіресе мына қадірін кетіріп, келінмен салғыласып, баланың кішкентай үйге түскен келінді бір шынтақтай келінмен салғыласып, соны жау көріп, соны артын аңдып тұрған жүрісін аңдып, қалтандағы дүниесін аңдып, соның алған киімін аңдып, соның сөйлеген сөзін аңдып, сентябрьдің 4 күні бүйтіп айтқасын, марттың 3-інде бүйтіп айтқасын деп, соны қағазға тізбектеп жүрген адамдарға айтарымыз, бұл ұятты нәрсе. Алладан қорқыңыз, бұл нәрседен ұялыңыздар, бұл жақсы нәрсе емес. Қияметтің күні Алла тағала сол ақыңызды тура соған тәуелді қылып қоюы да ықтимал. Алла тағала кейде біз қыз босанды деп ренжейміз. Шын мәнінде жақсылықты адам қыздан да беруі мүмкін. Сол қыздың орнын басатын келініңіз болады. Егер сізде қыз бермеген болса, Алла тағала кіндігіңізге сол кіндігіңізден шығатын ұлыңыздың Құдай қосқан жары да сіздің қызыңыздың сипатында болады. Алла тағала сол қызға күніңізді келінге қаратып, сүмірейтіп, телміртіп, қаратып қоюы да мүмкін. Біліңіз, бір қыз бала 5 қыз босанып, енді үлкендер ақыл айта беріп, енді бұл қыз туа береді. Бұндай қыздан келіннен құтылу керексің деген кезде, не істейін деген кезде, бұдан ажырас деген сөз айтады. Сол кезде еркек үйіне келіп ашуланып, әйелінің тағы да бір 6-шы бала көтергенін біліп, мынадан ажырас деген сөз жүрегіне алып, егер тағы да 6-шы рет қыз тусаң, қызды да сені де үйден көзіңді құртам деген кезде, Алланың құдіреті қыз босанады. Сонда әлгі әйел кісі қызын көтеріп мешіттің алдына лақтырып кетеді. Мешітке келген жамағат мешіттің алдында бала жатқанын көріп, ол сәбидің қыз екенін көріп ешкім алмайды. Сөйтіп 2 рет, 3 рет жасағаннан қыз қайтадан өз үйіне келеді. Еркек үйіне келіп, амал жоқ, әйелі босанған, әйелінің енді күнделікті өміріне көңілі толады. Ата-анасы қалай айтса да келінді сақтап қалуға тырысады. Сөйтіп сол сақтап қалған кезінде бір қызық оқиға болады. Алла тағала енді 7-ші ұл береді, содан кейін тағы ұл береді. Не керек? 5 ұл босанады. Бірақ Алланың да құдіреті шыға, сол 5 ұл босанғанда мына жағынан алдында туылған 5 қыз шетінеп қайтыс болады барлығы. Сонда 5 ұл қалады. Алла тағала бұның күйігіменен ана дүниеден өтіп кетеді. Соның күйігінде әке жалғыз өзі қалып қояды. Жаңаға туылған 6-шы қыз 5 баланың ішінде жалғыз өзі тірі қалады. Сөйтіп Алланың құдіреті ұлдары өздерімен өздері бет-бетімен кеткен кезде Алла тағала сол қызға ененің күнін байлап қояды. Үлкеннің күнін соған байлап қояды. Сонда сол оқиғаны ешкім қарамаған, маған талай қиянат жасаған, жасы егді тартқан 98-ге келген енемді, қайнатамды өз қолыммен өзім жуып қияметке атқардым деп бір ұстаз апай айтады. Сондықтан ардақтылар, айтпақ болғаным, үлкен кісілерде сол өздеріңіздің істеріңізге лайықты. Кей кезде үлкен кісілерге қарайтын кезде аузында батасы жоқ, сөзінде пәтуа жоқ, ісінде қадір жоқ, сипатында нұр жоқ, аузында батасы жоқ, ілетін қағатын үлгісі жоқ. Кейбір сондай адамдарды көрген кезде амал жоқ, қынжылып қаламыз. Алла тағала жақсы бір адам қартайса, көкірегі қат болып, жаман бір адам қартайса, бықсып бір жанған от болады демекші Майлы Қожа атамыз. Адамдардың көкірегі қат болып, жар бір айтқан сөзі хат болуын Алла тағала баршаларыңызға нәсіп етсін. Сол жақсы қартаюды, сыйлы қартаюды, абыройлы қартаюды Құдай баршаға нәсіп етсін. Қартаюдың өзі Алланың ең үлкен дүниесі. Бірақ біздің қартаюымыз, біздің шашымызды ағартуымыз, перзенттеріміздің
жақсы амалдарын, қуаныштарын, ортамыздың игіліктерін көріп қартаюға Алла баршаларыңызға нәсіп еткен болсын. Кейбір адамдар уайыммен, қайғымен, өксікпен, көңілі толмаушылықпен қартаяды. Соның келесі өткен осыны айтып отырып бір тақырыпты, келесі тақырыптың бетін ашып кетем. Бұл сондай бір-біріне кешіре алмай, бір-бірінің жүрегін ауыртып, бір-бірінің мейірімін алып, бір-біріне рахымдықтан қол үзген кезде бізде сол кәрілікке дауасы Алланың алдында тек қана сұрақ, ауыр қылық болып қалады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам 23 жыл пайғамбарлықтың қызметін жасады. Сол 23 жыл қызметінің өзіңіз ойлаңызшы, 21 жыл өле-өлгенше жау болып өткен Абу Суфиян деген жақын туысы бар еді. Абу Суфиян. Бұл кісі 21 жыл, ойлаңыз, бір рет емес, 2 рет емес, 3 рет емес, 1 жыл да емес, 21 жыл жамандық жасаған адам енді алдына келіп пайғамбарымыздың құзырына келген кезде елдің бәрі ойлады. Соншама қиянат өткен Абу Суфияндың пайғамбарымыз қазір терісін тірідей сыпыратын шығар деп ойлаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бетіне қарап тұрып, тәуелді болып келген Абу Суфиянға қарап тұрып: "Ей Абу Суфиян, сен үшін Алладан басқа тәңір жоқ екеніне куәлік беретін, яғни иман келтіретін уақытың жетпеді ма? Яғни уақыт келмеді ме?" деген осындай сөз айтады. Сол кезде Абу Суфиян көзіне жас алып, Аллаға, жаратушы Аллаға ант етемін: "Ей Мұхаммед, сен рахымдысың, сен өте жұмсақсың, неткен бауырмалсың, неткен рахым